мешітте отырсаң, шамды оқып болғаннан кейін арабтар келеді да балаларын жұмсайды, барыңдар шейіт аратындар қажыларға деп. Сөйтіп өздері қажылармен әңгімелесіп отырады. Сонымен сөйлесіп отырсаң, әңгіменің арасында қанша әйелің бар деп сұрайды. Енді ол жақта стабильно 4 әйел ғой, шейхтарда. Енді біреу дейсің ғой, сөйтсең түрі бұзылып кетеді саған, кәдімгідей аяныштай көзбен қарайды да, ауырма, Алла шифа берсін саған дейді. Ол ойлайды ғой, бір еркектегі ауру бар, байқұс ауырады, содан кейін алмайды. Қаяқтан білсін дейді, біз бір әйелді әрең асырап жүргенбіз. Өкімет сорып жатыр бізді, өкімет. Қазір машина келді Кореядан, 5 миллион теңге кетеді документіне. Көшеде жүрсең штраф, бәрі штраф. Налог, жұмыс істеп қалсаң, бизнес істейін десең, налог төле, налог. Өкімет тонап жатыр бізді, тонап. Оны білмейді олар, ойлайды олар өздері сияқты жұмыс істемейді, өкімет обеспечить етеді. Бізде жоқ, керісінше бізді өкімет тонайды, тонап жатыр. Халық қайыршы болу керек, байымау керек, кедей болу керек. Бізде сондай түсінік. Құрметті қазақ халқы, қазақша сөйлейтіндер, жақын арада мен мынандай бір жағдайға тап болдым. Машинаға өзім бінетін көлікке мотор алғам. Сол моторын алып, благоустроение есік алдына қойып ауыстырам деп ойладым, әкелдім де қойдым. Орап, қастерлеп, бірақ соны аяқ астынан тапа-тал түсте сағат күндізгі 2:30 кезінде екі жігіт келеді де, анау ДАМАЗ деген машинаға тиейді дағы моторды ұрлап кетеді. Әрине, видеокамераға түсіп қалған, машинаның нөмірде түсіп қалған, ұрлаған адамдардың енді түрлері нақты көрінбейді, бірақ түсіп қалды. Содан кейін еріксіз мен алып рободыға заявление жаздым. Арыздандым ұрлық туралы. Сонда роботта қалай болған нақтылап еттік, видеоның бәрін көрсеттік, машинаның нөмірі бәрі түсіп қалған. Бірақ маған түсіндіргені заңменен. Осы ұрланған зат ұрлыққа жатпайды екен. Мен бұлай ойласаң, моторды бір керексіз сықылдығып далаға шығарып тастаған адам сықылды болып көрінеді екен. Сонда бірінші рет көріп отырмын, егер осындай заттар бір жерде есіктің алдында байқаусызда ұмытып кетсең, біреу алып кетсе, ол ұрлыққа жатпайды және оларды іздемейді. Мен осы орайда Қазақстандағы депутаттарға да арнап айтқым келіп отыр. Бұл ұрлық екенін, сенің шығарып қойған затыңды ұрлап кеткен, ол ұрлық екені айдан анық. Сол себепті заңға жеңілдетіп, полиция қызметкерлері жұмыс істемесін деген ба, әлде қылмыскерлердің жағдайын жақсарту мақсатында ма, тек қана есікті бұзып кіріп, үйден алып кетсе ғана ұрлыққа жатады екен де, есіктің алдына қойып, ауыр затты кіргізе алмай қалсаң, немесе түсіргеннен кейін соны бір-екі сағатта қасың адам таба алмай үйге кіргізе алмай қалсаң, кез келген затты көтеріп әкетуге болады екен. Және ол қылмыс болып есептелмейді екен. Енді осыны мәжіліс депутаттарымен үстін құлақ қағыс ретінде айтқалы отырмын. Осындай заңды кез келген біреудің затын рұқсатсыз сұрамай алып кеткенін бәрін ұрлық деп, қайтадан бұрынғы заңның қалпына әкелгенді қарастырса екен деп ойлап отырмын. Әйтпесе біз жоғарғы мінбеден тұрып алады да, барлығының айтатыны халықтың қауіпсіздігін қорғайды дейді. Бұл халықтың қауіпсіздігін немесе оның жеке меншігінің қауіпсіздігін қорғап отырған жоқ. Керісінше мүмкіндік беріп, ұрлықшыларға, бандиттерге деп айтайық, соларға мүмкіндік беріп, мына халықты мына жағынан тонай беріңдер, ал билік басындағылар басқа жағынан тонай берсін. Осындай халық осылай тозып, ақырын жүре берсін деген заңдарды қабылдаған екен. Біз оны басымызға іс түскенде ғана біледі екенбіз. Енді осы орайда
заңгерлер болса, басқалар болса, қандай ой пікірлерің бар, және осындай жағдайларды айтып жоғарыға біздің сайлаған депутаттарымыз бар ғой, солар осы ұсынысты көтеріп, заңға қайтадан өзгеріс енгізіп, заңды қаталдандырсын деген ойменен айтатын ой пікірлеріңіз болса айта кетіңіздер. Мен Асан Смағұлов, Алматы қаласынан. Ассалаумағалейкум. Бізде негізі қит етсе болды тойхана салады, базар салады деп халықтың ішінде бір реніші бар. Неге завод фабрика салмайды, неге еліміздің экономикасын дамытпайды, тек тойхана салғаннан не пайда, ана мынау деп кәсіпкерлерге іште реніші бар екенін жасырмаймыз. Шынында да, бірақ кәсіпкерлердің, шынайы кәсіпкерлердің, енді олар жай адамдар емес қой. Кәсіп бастап жүрген адам бұл завод фабрика салу үшін тәуекелдігі өте жоғары бизнес екен. Енді біз қарапайым халық ретінде білмей шынында да оп-оңай қылып айтамыз, ой кәсіпкерлер неғып елді дамытпайды деп. Негізі кәсіпкерлерге мүмкіндік біздегі мемлекеттік тарапынан жасалып тұрған жоқ екен. Кез келген завод фабрика салу үшін қарапайым ғана дүние, оған инфрақұрылымның жеткізу өзі бүгінгі таңда енді саған өтірік маған шын, енді 100-200 мың долларың болмаса, оған басынан ешқандай инфрақұрылымды апарып жеткізе алмайтының анық. Сен ол завод ашасың ба, инфрақұрылымға төлейсің ба сол ақшаны, ол ақшаны сонша салғаннан кейін ертең соны шығарып алып бәленбай жылда оның ары қарай пайдасын көргенше өте ұзақ тәуекелдігі жоғары дүние болған соң оған кәсіпкерлер бара бермейді екен. Ал біздегі инфрақұрылымды мемлекеттен жаңағындай өзінің несімен алғаның бір басқа, одан кейін бюрократияны айтсаңыз қайтеді. Ондағы әрбір адам бір тау тұлға болмаған, оған бюрократияға барып, оны шешім алып, оны жасау үшін шында да өте үлкен тәуекелдігі жоғары кәсіп болған соң бизнесмендер, жаңа кәсіпкерлер оған бара бермейтін содан екен. Енді қарапайым халық ретінде біз ойбай неге айтпайды, неге бүйтпейді деп айта бергенмен, шында да бұның негізгі мәселесі мемлекеттік басқару жүйеде екен. Кез келген мысалы бір завод салу үшін сен далада жатқан поляға завод сала салмайды екенсің. Оның шында да мақсаты жаңағы жердің ауыл шаруашылығынан мынандай басқа мақсатқа өзгертіп, оны өзгерту үшін сол жерінің 10 есе жоғары салығын төлеп барып оны өзгертіп, содан кейін барып завод салу үшін сондай жолдардан өтеді екенсің. Бұл енді шынында барып тұрған бюрократия ғой енді, мемлекеттік әкімдіктерден. Енді осыны көрген кәсіпкер соның завод фабрика салама, одан да қайтарымы тез, былайша айтқанда салған ақшасын тез қайтаратын бизнеске салатын анық. Кім болса да. Сол үшін мен ойлаймын, кез келген завод фабрика салып Қазақстанда жұмыс беріп атқан кәсіпкерге шынында да әрбір соның үйіне болмаса заводына қарай бұрылатын жолда келістіріп тұрып ескерткіш салса, бұл соларға лайық деп өз басым солай ойладым. Себебі өте машақаты көп, ауыр жұмысты алып жүрген біздің Қазақстандағы кәсіпкерлер екен. Шынында да әркім өзі жекелеп барып түсінбесе, бұл шында да екінің бірінің жеңіл айта салатын жұмысы емес екенін